Тақырыбымыз со, бір-бірімізді жек көру со баяғы. Бір-бірімізді күндеу. Біз қазақ өзімізді өзіміз құртқан халықпыз ғой. Сырттан келіп біреу бізді құртқан жоқ. Бәріміз бір-біріміздің артымызда шық құртқан адамдармыз. Біздің қазақтың зиялыларын да ашылып отыр ғой қазір бәрі, бүкіл нәрсенің сыры дейді, Алла қалаған күні ашылады дейді, Алла Құранда айтады. Көрдіңіздер ме? Еш нәрсе жасырын болып қалып қоймайды. Міне сол өзіміздің зиялыларды, қазақ ағаларымызды өлтірген адамдардың барлығы, сатқан адамдардың барлығы қазір тарих ашып беріп жатыр. Сол міне пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады, бір құбылаға жүздеріңді бұрған екенсіңдер, Раббымды Алла деген екенсіңдер, пайғамбарымды Мұхаммед деген екенсіңдер, енді ла табағаду дейді. Бір-бірлеріңе өйтіп жек көрініштік жасамаңдар дейді. Бір-бірлеріңе жек көріп, күндеп, бір-бірінің артынан әңгіме айтып, болмайтын бір нәрселерді қазбалап, оны бір жерде хит қылып, ондай жасамаңдар дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Уәла тахасаду дейді, бір-бірлеріңді күндеп, көреалмаушылық қылмаңдар дейді. Көрдіңіздер ме? Уәла тахасаду. Бір-бірлерін көреалмаушылық жасап, анау менен озып бара жатыр, мынау менен кетіп бара жатыр, мен қайда қалып бара жатырмын. Өзі көреалмаушылық, жарысу деген нәрсе рұқсат етілген шариғатта, бірақ екі-ақ жағдайда ғана. Қызғаншақтық деген нәрсе бар ғой, екі-ақ жерде ғана рұқсат етілген, қалған еш жерде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам оған рұқсат етпеген. Білесіздер, біріншісі кім дейді? Алла кімге дүние берсе дейді, қараңыздар. Алла кімге мал берсе, соны күндіз де, түнде де Раббысының жолына жұмсай алса, міне сол кісіге ғана қызығыңдар дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Сол кісіге қызғану, деген сол сияқты бола алмай кетеміз ба деп, Омар ибн Ал-Хаттаб Абу Бәкірге қызыққан сияқты, қызғанған сияқты істесеңдер болады дейді. Радиаллаху анхум аджмаин. Мынау ол қалай десе, күндіз сұрап келген адамға ол күндіз Алла үшін бере алады дейді. Түнде сұрап келген адамға да не деп айтады? Қойшы, ұйықтап жатыр мене, түннің ішінде хабарласып адам жоқ. Түннің ішінде де ол Алла үшін не істейді? Бере алады дейді. Каспийін ашып береді, тарсыма қиналып жатсың ба деп, Алла разылығы үшін бере алады дейді. Күндіз де, түнде де Алла мал берген кісі Алла жолында жұмсаса, сол кісіге қызық дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Және кімге Алла ілім берсе дейді, соны күндіз де, түнде де шәкірт шығарып, тәрбиелеп адамзатты туралыққа бастап жатса, сол кісіге қызық дейді. Міне екі адамға ғана қызғаншақтықпен, қызығушылықпен қарауға ғана рұқсат шариғатта, қалғанына рұқсат жоқ. Міне сондықтан жаңағы уәла тахасаду деп жатыр, бір-бірлеріңе көреалмаушылықпен, қызғаншақтықпен қарамаңдар дейді. Жаңағы пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Алланың берген нығметін сол нәрсесіне дұшпандық қылатын адамдар бар дейді, сахабаларға айтады. Сонда сахабалар айтады, Алла беріп тұрса дейді нығметті, оған қалай дұшпандық қылады десе, ол Алланың берген нығметін көре алмайды дейді ана адамдағы. Көрдіңіз ба? Сөйтіп оған күншілдікпен әрекет жасайды дейді. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, мұсылман екенсіңдер, ондай нәрсеге бармаңдар дейді. Және бір-бірлерінің араларында не істемеңдер дейді, кикілжіңге бармаңдар, куну ибадаллахи ихуана. Бір бауыр болыңдар, Құдайдың бір құлы болыңдар дейді. Көрдіңіздер ме? Әр қайсымыз әр нәрсенің жетегінде кеттік, әлемде жем болып жатыр мұсылмандар. Көрдіңіздер ме? Жем болып жатыр қой, білеміз ғой бар. Жер бетінде ең көбі кім? Мұсылмандар. Ең жем болып жатқаны кім? Мұсылмандар. Неге? Өйткені бізді пырқа-пырқа, топ-топ қылып бөліп тастады. Жүрміз осылған, бір-бірімізбен әлек болып, іліммен айналысудың орнында бір-біріміздің қатемізді, күнәмізді іздеп кетіп, түнімен дөңбекшіп ұйықтай алмайтындар бар соның ішінде. Көрдіңіздер ме? Жаңа бір ауылдағы бір атаның айтқандай, көршінің мен жаман ұйықтай алмаймын дейді, түнімен сәкіде жатып алып анан көре алмаймын дейді, анан қалай не істесем болады дейді, таңға дейін ұйықтай алмаймын дейді. Не істеп жүрсің енді өз-өзіңді өлтіріп? Ол саған ешқандай жазығы жоқ, өзімен өзі көтеріліп жатқан адам. Жүректің ауруы ғой бұның бәрі. Айналып келген кезде бұл жүректің аурулары. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бұл аурулардың бәрінен бізді сақтады негізінде. Айтты, адамның жүрегінде бір бөлек ет, денесінде бір бөлек ет болады деді. Сол етті дұрыстап абайлап жүріңдер деді. Көрдіңіздер ме? Етке сақ болыңдар. Ол ет бұзылып кетсе, бүкіл денең сол еттің артынан ілесіп кетеді деді. Жүрек бұзылып кетті бар ғой, жүрекке бүкіл дене бағынады. Соның әрекетін жасай береді анау. Қазбалай береді бір нәрселерді. Ал қазбалау ше, жүрекпен сол ауруымен дүниеден өтіп кетсең ше ертең. Көре алмай, біреудің артын іздеп, бір мұсылман бауырыңды жек көріп, сонымен араласпастан, амандаспастан өтіп кетсең не болады? Жағдай қиын болады дейді, Алла тағала айтады. Яума ла янфау малу вала банун дейді. Ол күні ешқандай бала шаға, мал дүниелер пайда бермейді дейді. Қараңызшы. Ешқандай нәрсе пайда бермейді. Алланың алдына барған кезде бар ғой, еш нәрсе пайда бермейді. Илля тек қана
Мен аталлаха би қалбин салим. Кім сау жүрекпен келетін болса, сол жүрек қана пайда береді дейді Алланың алдында. Ана қараңыздар. Кімнің жүрегі Алла жаратқан кезде қандай пәк еді, дәл солай кететін болса бар ғой, сол жүрек пайда береді дейді. Ана қараңыздар. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам не деді? Таң атқан кезде, күн батқан кезде жүрегіңді тексеріп қой деді. Анас ибн Малик деген сахабаға айтты. Ей Анас деді. Ей ғулам, ей балақай, ей Анас. Инистатаа ан тусбиха ва тумсия. Ей шамаң жетсе таң атқан кезде, күн батқан кезде. Фалейса фи қалбика ғишшун лил ахади минал муслимин фаф'ал. Ей мұсылман бауырларыңа бір жек көрушілік, көре алмаушылық, дұшпандығың болмасын дейді. Таң атқан кезде, күн батқан кезде жүрегіңді бір тексеріп қой дейді. Шамаң жетсе жүрегіңді сол дерттерден тазалап жат дейді. Ана қандай керемет өсиет. Енді не оның сыйы Алланың елшісі десе, хада мин суннати дейді. Бұл менің ең ұлы сүннетімнен дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Фаман ахя суннати фақад ахаббани дейді. Кім менің сүннетімді тірілтсе, ана сүннетті тірілтіп понедельник четверг ораза ұстап жатыр барлығы. Кім менің сүннетімді тірілтсе, фақад ахаббани, ол мені жақсы көргендігінің белгісі болады дейді. Ал керек болатынысы. Фаман ахаббани фаякуну маи фил жанна. Ал кім мені жақсы көретін болса, менің жанымда жәннатта бірге отырады дейді. Не керек енді ал? Қиын ба жүректі тазалау? Қиын емес. Өте оңай амалдардың біреуі. Алла кімге бірақ сәттілік берсе сол нәрседе. Жүрегіңді толтырып қойса дертке, бұл ауру сізді ертең қиямет күні ұлы алапатқа алып баратын ауру болады. Жүректі дүниеде тазалап, ертең не қылам деген болмайды, бүгін тазалау керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам күн сайын таңертең деп жатыр. Таңертең кешке. Ең жүрегі таза адам өйткені сол кісі болған жер бетінде. Пайғамбардың жүрегінен таза артық жүрек. Қаншама мүшриктер 13 жыл бойы пайғамбарымызға азар берген кезін біреуін не істеді ма? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, барлығын не деді? Меккені ашатын күні бәрін кешіріңдер деді ғой. Бүгін мен Юсуф пайғамбар қауымына не айтты бауырларына? Мен соны айтам, барлығын кешірілдіңдер деді. Өйткені барлығы жүгіріп шықты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам алдынан. Алланың елшісі, біз саған 21 жыл бойы зарар бердік деді. 21 жыл бойы. Енді біздің жазамыз не болады деген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, не болады деп ойлайсыңдар деп өздерінен сұрайды. Сен туыстық қарым-қатынасты сақтаған ең рахымдысың ғой біздің арамыздағы деп еді. Онда мен бүгін рахымшылық жасайын барлықтарыңызға деді. Көрдіңіз ба? Міне пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам барлығына рахымшылық жасап кешіріп жіберді меккеліктердің барлығын.